ақысын аттамаған, өз бақытын тапқан адам. Кісі ақысына қол сұғу түбі тесік шелекке су құйғанмен тең. Көпшіліктің жөнді білмей білсе де, терең байыбына бармай жүрген бұл мәселе психологияда жиі айтылатын жеке шекара тақырыбы. Біреудің шекарасына өтпеу, біреудің жеке кеңістігін бұзбау. Бірақ көп жағдайда кісі ақысын өте терең ойлап, кей маңызды дүниелерге мән бермей жатамыз. Тақырып басында кісі ақысына абай болмау түбі тесік шелекке су тасығанмен бірдей дедік. Соның мәнін түсініп алсақ, біз мәңгілік өмір сүрмейміз. Бізге ұнамаса да, ұнаса да өлімнің бар екені хақ. Уақыты келгенде бәріміз Аллаға қайтамыз. Бәріміз білеміз, о дүниеге барғанда біздің күнәлі істеріміз бен сауапты істеріміз таразыға түседі. Алланың алдына барған сәтте бәріміз есеп береміз. Ол жерде ешкім мен ешкімнің жұмысы жоқ, әркім өзінің қара басымен әуре болады. Осы дүниелік істеріміз таразыға түсіп жатқан кезде алдымызға кісі ақысы деген мәселеге де кезек келеді екен. Жаратушымыздың басқасынан барлығына есебін мен аламын, бірақ кісі ақысын сол құлымның өзіне қалдырамын деген уәдесі бар. Біз ақысына қол сұққан адам келіп, сен осы кезде менің ақымды жегенсің, енді маған сауаптарыңды беріп есеп айырсамыз деп айтады екен. Өйткені ол жақта бұл өмірде жиған терген дүниелеріміз болмайды. Тек сауапты істеріміз бен күнәлі істеріміз ғана таразыға тартылады. Сондай-ақ кісі ақысын жеген болсақ, осы екі нәрсемен ғана құтыла аламыз. Мысалы, қазір өмір сүру барысында адамдардың ақысына қол салдық делік. О дүниеге барғанда сол адамдардың барлығын кезек-кезек келіп, өз ақысының өтемі ретінде сауаптарымыздың барлығын санап алып кетеді. Өмір бақи жинаған сауаптарымыздан осылай оп-оңай айырылып қалуымыз мүмкін екен. Сондықтан да қаншама сауап жинауға тырысып, бірақ осы кісі ақысына жақсылап мән бермесек, жинаған сауабымыз түбі тесік шелекке құйылған су сияқты болуы мүмкін. Бізді одан сақтасын. Ренжіткен кісі қарасы көп боп шықса, алдымен сауабымыздан толық айырып, сауабын таусылса, әлгі кісілер беретін сауабым болмаса, менің күнәмді көтер деп өз күнәсін арқалатады екен. Яғни, кісі ақысынан құтылу үшін алдымен сауап беріп, сауап таусылса, күнәсін көтеруге тура келеді. Сөйтіп, таудай сауап арқалап барған болсақ та, бұл дүниеде көп кісілердің ақысына қол сұғып, кешірімін ала алмай о дүниеге аттанып кетсе, жағдай тым мүшкіл болып қалуы қаупі бар екен. Себебі басқа күнәлардың есебін жаратушымыз алғандықтан, оның рахымынан үміт бар. Ал адамдардың өзіне қалдырылатын кісі ақысына әрбіреуміз өте мұқият болайық. Психологияда бұл тұрғыда ғалымдар біреудің шекарасына өтпе, жеке тиімділікті сақта деп ескертеді. Кісі ақысына қандай жағдайларда қол сұғамыз? Бұл екі дүниелік маңызы бар сұрақ. Жалпы оны тым глобалды қарастырудың біреудің материалдық тұрғыдан ақысын жеу ғана деп қателеспеу керек. Жалпы мынаны білген дұрыс. Сенің шекараң біткен жерде келесі бір кісінің шекарасы басталады. Бұл дүниеде жасаған шанның түйірінде жақсылық та, шанның түйірінде жамандық та есепсіз қалмайды. Егер кісі ақысының жауапкершілігін барлық адам терең түсінсе, елімізде бірде-бір лас әжетхана қалмас еді. Нағыз кісі ақысына қатты мәселе бұл. Ешкім көрмейтін жерде әрбір адамның шын бет бейнесі көрінеді. Ешкім көрмегенмен сен жасап кеткен кереметті сенен кейін кіріп көрген адам жиіркенді. Оған өте жағымсыз болды, тыжырынды, сөзбен сабап алды. Бітті, сен сол адамның ақысына қол сұқтың. Өйткені дәл сенің себебінен ол адам жиіркенді, жаман сезімде болды. Сенен кейін кіретін, саған дейін де тазалап, реттеп табыстаған адамның бәрінің өз ақысы бар екенін ұмытпа. Айналаға, қоғамды қоршаған жанашырлық танытып, барлық жерде бір кісі ақысы ескерілетінін есінде ұстаған жөн. Себебі танымайтын адамдардың ақысына кіріп, кешірім сұрап, ақыретке қалдырмаудың мүмкіндігі тумай қалуы мүмкін. Осындай біз өте ұсақ деп ойлайтын күрделі мәселелермен қатар, мынадай дүниелерде абай болыңыз.
ғайбат айту. Кісіні сыртынан мақтауға, жақсы сөздер айтуға болады. Бірақ сен сөз қылып отырған кісінің өзі естісе, ренжитін сөздер айту ғайбат, өсек саналады. Тіпті сен айтқан сөздер рас болса да, мысалы бір кісі аласа бойды дейік. Егер сен осы адамды сыртынан қортық пәленше, келте аяқ түгенше деп атасан, болды бітті. Бұл ғайбат. Айтып отырғаны шындық болса да ғайбаттау болып саналады. Яғни саған күнә жазылады және о дүниеге өтпей жатып әлгі кісіден кешірім сұрап үлгермесең, арғы дүниеде сауап беріп құтыласың, немесе ол адам саған күнәсін арқалатады. Әлеуметтік желіде отырып алып суретсіз аккаунттар бұрқыратып комментарий жазып, басқалардың намысына тиіп жеке шекарасын бұзудан сақтану керек. Сен танитын жұлдыз саған ұнамайтын киім кисе де үндемей өтіп кетуге тырыс. Ол оның өз мәселесі, өз жауапкершілігі, кісі ақысы оған да қатысты. Аманатқа қиянат жасау. Біреу саған ішкі сырын аманаттаса, оны барып біреуге жеткізу, немесе біреу аманат деп тапсырған мүлкіне қол сұғу, кісіге жасалған қиянат. Мысалы, бір кісі саған бір зат аманаттап жіберсе, әдейілеп ашып қарау немесе саған ғана сыр етіп айтқанын келесі біреуге айтып қою кісінің ақысын таптаумен тең. Кісі затына рұқсатсыз тиісу. Мейлі ол зат қандай болсын. Мысалы, күйеуін ұйықтап жатқанда оның WhatsApp-ын тексеріп, телефонын рұқсатсыз қарау, телефонындағы суреттерді, ноутбугіндегі файлдарын ақтару, сумкасын ашу да әдепсіз қылық, күнәлі іс. Тіпті қоғамдық көлікте WhatsApp қарап отырған бір адамның телефонына арнайы көз салсақ, осының өзі кісінің жеке шекарасына өткенін болып саналады. Кездейсоқ өзін де қаламағанды жағдайда бір рет қарап қалсан, онда мәселе жоқ. Бірақ әдейілеп байқамай қалғаннан кейін де көз тастау жақсы әдет емес. Ол кісі ештеңе сезгені де жоқ. Сол күйі келесі аялдамадан түсіп те қалуы мүмкін. Бір қарағанда бүлініп кеткенде ештеңе жоқ. Бірақ екі иығындағы періште әр әрекетінді жазып тұр ғой. Олар күнә жазды ма, сауапты іс тіркеді ме? Мәселе осында. Алланың назарынан тыс ештеңе жоқ. Сол автобустағы әрекетіміз кісі ақысы сұралатындай тұста алдымыздан шығып, аялдамадан түсіп қалған адам сауабында сұрамасына кім кепіл? Сондықтан ақыретте сауаптарымыздан айырылып сорлап жүргенше, осы дүниеде әлдене бүлдірсек, кісі ақысын жеген болсақ, алдына барып кешірім сұраған дұрыс. О дүниеде ешкімді кешірмейді, сауаппен есеп айырысады. Осы жерде тағы маңызды ақпарат WhatsApp арқылы кісі ақысына кіру жайлы айта кетейік. Аталған әлеуметтік желілердегі топтарда жаман видеолар таратып, оны көрген адам қандай сезімде болатынын ескермеу. Мүмкін сен өзің жіберген әлде бір видео арқылы бір кісінің көңіл күйі түсуіне себепші болған шығарсың, немесе сол чаттағы адамдардың мазасын алып, әбден ренжіткен боларсың. Тіпті сен жіберген қорқынышты бейнеден келесі бір кісі психологиялық шок алған болса ше, осының бәрін ескеріп жатқан кім бар? Мұның өзі де кісі ақысы. Сондықтан мүмкіндігінше біреудің көңіл күйінің түсуіне емес, керісінше адамдарға пайдалы болуға тырысқан абзал. WhatsApp желісінде бос күлкі, арзан әзілге толы видеолар таратпай, қажетті ақпараттарды, маңызды мәліметтерді бөліскен дұрыс. Пәлен жерде жарылыс болыпты, түген жерде былай болыпты деген тексерілмеген ақпарат таратуға болмайды. Егер сенің жеке чатында біреуден келген видеолар жалған болып шықса ше, сен де өтірік ақпарат таратқандардың қатарында қаласың. Мұндай жағдайда тіпті сені мемлекет жалған ақпарат тарату бабы бойынша жауапқа тартуы да әбден мүмкін. Сақ болайық. Кісі ақысына жататын тағы бір дүние, біреудің затын алып қайтарып беруге асықпау. Немесе алған затымыз ұсақ дүние болса, қайтарып беруге тіпті ұмытып кетеміз. Мәселен, шәй, тұз, жіп секілді майда шүйде дүниелер. Бірақ сен ұмытқанмен екі иықтағы періштелер ештеңені қалыс қалдырмайды. Әр әрекетіміз үшін не күнә, не сауап жазады.
біз үшін ұсақ-түйек болғанымен біреудің заты бәрібір сенікі емес екенін ескер. Сондықтан кімнен не алсаң да қайтарып беруге тырыс, не ақысын төле. Ең құрығанда егесінен кешірім өтін. Нендей майды зат болса да мойнында қарыз болып жазылып қалуынан сақтан. Әрине, ол зат саған сыйлыққа берілсе басқа әңгіме. Сонымен бірге балаларыңды да осындай кісі ақысын аттамауға, қарапайым болса да өте маңызды нәрсеге үйретіп тәрбиелегенің абзал. Бала ата-анаға қарап өседі. Ата-анасы жасаған барлық әрекетті көріп қайталайды. Ертең сенен туған балаң да кісі ақысын аттамай, адал өмір сүрсін десен, осы мәселені насихат ет. Насихат етіп қана қоймай, әуелі өзін түзел. Өзін істемейтінді баладан талап ету берекесіз іс. Мысалы, шылым шегетін әкенің ұлына 1000 рет темекінің зияны туралы айтқанынан пайда аз. Бала бәрібір көргенін істейді. Немесе өзі таза жүрмейтін келіншектің қызына қанша рет таза жүр деп ұрысқанынан іс өнбейді. Өйткені балаларымыз айтқандай, насихат іспен көрсетіледі. Жетпей жатқан тұсы ғана ауызша сөзбен айтылады. Өкінішке қарай, біздікі көп жағдайда жай сөз күйінде қалып жататыны өтірік емес. Баланды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, бала көргенін істейді деген тәлімнің төркіні осында. Құрметті ханымдар, бұл білім, бұл сауаттылық. Біз көп күнәні білмей жасаймыз, артынан өкінеміз. Кісі ақысы туралы мол ақпарат білдіңдер, енді не істеймін деп уайымдамай, білген күннен бастап әрекетке көшу қажет. Әрбір әрекетіміз саналы түрде жасалып, алдын ала менің осы әрекетімнен ешкімге зиян келмей ме, ешкімнің ақысына қол салмадым ба, бөгденің шекарасын бұзбаймын ба деген ойда қалуымыз керек. Берекелі де ризық несібеге толы қайырлы өмірдің екі дүниелік нағыз бақыттың басы формулаларының бірі осында жатыр. Нағыз жетістікке жеткендерден болайық.